Балалар, бүгін сабағым 82-ші сабақ. Сөздерді сөз құрамына қарай талдай аламын дейді. Енді 76-шы жаттығу тақырып бойынша мәтін мазмұнын болжа, мәтінді тыңда дейді. Ең қымбат байлық. Ертеде бір жалғау, ол жаратқан ием. Май, жарық дүние келгеннен соң дәулетті шалқанбай етіп жататсаң етті. Ішсем тамаққа, кисем киімге жармай жүрген түрім мынау, деп уайымдапты. Оны естіген қалған бір ақсақал: шырағым, сен андағы екі көзіңді маған сатшы, мен саған қалған алтын, күміс берейін, дейді. Жігіт ашуланып: екі көзден айырылғаннан кейін сіздің алтын, күмісіңізден керек қанша, дейді. Сонда ақсақал: ей, ендеше адамның ең қымбат байлығы денінің саулығы. Сен сияқты 12 мүшесі түгел адам бай адам, оны ешқандай алтынға айырбастай ала алмайсың, деген екен. Қарамай жатқан сөздері бар сөйлемді көшіріп жаз, сөздердің сөз құрамына қарай талдап белгілеме сызып көрсет дейді. Бұл жерде ей, ендеше адамның ең қымбат байлығы денінің саулығы деген сөз екен. Қарап тұрсақ, қараңыздар. Ей, ендеше адамның, адам дегеніміз түбірі, нын дегеніміз жалғау, байлығы дегенде байлық түбірі, лық дегеніміз бізде жұрнақ екен, дегеніміз жалғау екен. Деннің дегенде ден дегеніміз түбір екен, дегеніміз жалғау, нын дегеніміз жалғау екен. Сау дегеніміз түбірі, лық дегеніміз бізде жұрнақ, дегеніміз жалғау екен. Мына, үстіп талдайды екенбіз. Арқара бізде 77-ші жаттығу ойлан тап дейді. Жібектің інісі суық тиіп ауырып қалды. Қанша дәрі ішсе де ем болмады. Жібек інісіне қатты жаны ашыды. Сиқырлы дәрі тапсам ғой деп армандады. Дер көздерден ақпарат іздеді. Сөйтіп інісіне шипа болатын ем тапты. Ол қандай ем деп ойлайсың? Дәріден басқа қандай ем қолдануға болатын дерек көздерін ізде дейді. Дерек көздерін іздеп тапқан, қарап тұрсаңыздар, міне, дерек көздерден, жібек дерек көздерін іздеп тапқан ем табиғи, мысалы жылы шай ішу, бал мен лимон қосу ішу, жылы ұстау, демалу, суық тигенде көмектесетін қарапайым қауіпсіздік емдер екен. Енді мысалы түйме, дәріден басқа тағы қандай ем қолдануға болады дейді. Түймедағы жалбыз сияқты шөп шайлары, жылы көрпе жамылып демалу, жылы үстке бал қосып ішу, бөлмені таза ауаға желдету екен. Өстіп дерек көздерін іздесек болады екен. Енді бізде ары қарай 78-ші жаттығу жұмбақты оқып шешуін тап деді. 32 мықты қатар боп шықты. Қатар боп шықты. Оның 6-сы асты, оның 6-сы үсті. Шешуіндегі сөзге қосымша бірін жалғап, жаз дәлелдей дейді. Қарап тұрсақ, қараңыздар, қосымша. Міне қараңыздар. Тіс деген сөзге тістер деп жасақ болады екен. Бұл жерде тістер, тістер дегеніміз түбірі, тер дегеніміз жалғау екен. Міне болмаса тістің, тісте, тіске, тіспен деп жасақ болады екен. Міне өстіп. Мынау түбірі, мынау бізде жалғау екен. Міне. Енді ары қарай бізде 79-ші жаттығу. Коньки теуіп жүріп байқамай бір қызды қағып кеттің, ол құлап қалды. Осындай жағдайда сен не істер едің дейді. Қыздың тұруына көмектесесің, оны өзінің қалай сезінетін сұрайсың және кешірім өтінесің. Осы дұрыс екен. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сағат кездескенше сау болыңыздар. Каналымды тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.